Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең дәмді әрі жұп-жұмсақ болып дайындалатын панкейктер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге құрамына шұңғыл ыдысқа жұмыртқа мен қантымызды салып, қол миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне жылы сүтімізді құямыз. Егер де сүтіңіз сәл ашыған болса да, тіпті жақсы болады. Панкейкіңіз ерекше көтеріліп, дәмді шығады. Кейін үстіне ерітілген сары майымызды салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Кейін оның үстіне қопсытқышты салып, едектен өткіземіз. Мен ұнды 3 бөлікке бөліп, едектен өткізіп аламын. Жақсылап біркелкі масса шыққан соң, қызып тұрған табаға осылай біркелкі етіп құйып пісіріп аламыз. Табаңыздың астын өте қатты қоймаңыз, сәл баяу отта пісіру керек. Себебі қатты отта пісетін болса, панкейктарыңыз шикі болып қалады ортасы. Баяу отта осылай біркелкі етіп пісіріп аламыз. Баяу отта піскен панкейкіміз осылай дәмді, жұмсақ, ортасы піскен болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз, және де өз қалауыңыз бойынша сәндеп ұсынсаңыз болады, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.